Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көпшіліктің сүйікті тортына айналған молочная девочка тортын дайындаймын. Оригинал рецепт бойынша бұл торттан сүттің дәмі шығып тұруы қажет. Сол себептен тек қана табиғи өнімдерді қолданып осындай нәзік тортты дайындаймыз. Ең алдымен қойытылған сүтке жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Торттың дәмді болғанын қаласаңыз, тек табиғи қойытылған сүтті қолдануға кеңес беремін. Ұнды електен өткізіп қосамыз. Осы сәтте қопсытқышты да ұнға араластырып електен өткізіп қосатын боламыз. Массамыз бір келге болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Қамырымыз осындай қою болу керек. Енді қамырымызды пісіріп аламыз. Ол үшін пергамент қағазын качествосын жақсысын алып, осындай диаметрі бойынша өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сызып алып, 2 ас қасық салып, барлығын осылай пісіріп шығатын боламыз. 7-8 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей күлшеміз де дайын болды. Осындай сарғыш етіп пісіріп аласыздар. Қамырымыздың шетін өзімізге керек диаметрде тегістеп кесіп алатын боламыз. Ендігі кезекте кремімізді дайындаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға өте суық клейгейімізді құйып, шекерімізді саламыз. Шекерді 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Миксерді ең алдымен ең төменгі жылдамдықтан бастап жоғары қарай көтере беретін боламыз. Клейгейді қадағалап отырамыз. Көп миксерлеп жүрсеңіздер, ол жерде клейгейдің майы бөлініп кетіп, дұрыс крем шықпай қалады. Креміміз осындай қоюлылықта болу керек. Мұны қараңыздар, осындай болу керек. Енді кезекте осы тортымызды жинайтын боламыз. Тортымызды жинаған кезде бізге ацетатная пленка және кольцо керек болады. Ең алдымен күлшелерімізді теріс қаратып жинайтын боламыз. Және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пропитка жасайсыздар. Мен пропитканы 100 грамм қойытылған сүтке 200 грамм қайнатылған суды қосып, алдын ала суытып қоятын боламын. Осылай жинаймыз. Сол күлшеміздің бетіне пропиткамызды жағып шығамыз. Одан кейін кремді 2 қасық жағып, әр күлшелердің арасына жағып шығатын боламыз. Тортымыз толығымен жиналды. Кольцосын шешпей тоңазытқышқа 8 саатқа қойып қоямыз. Және де бетін пищевая пленкамен
жабатын боламыз. Пищевая пленка тоңазытқыштың ішіндегі иістердің сіңіп кетуінен сақтап қорғап тұрады. Тортымыз 8 сағаттан кейін тоңазытқышта тұру керек болады. Ендігі кезекте тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Ол үшін бізге комнатный температурадағы сары майымызға сахарный пудрамыз қосып жақсылап араластырамыз. Сары майымыз араласқан кезде ақшыл түске ену керек. Сол ақшыл болған кезде творожный сырымызды қосып жақсылап араластырып, бір тегіс болғанша араластыратын боламыз. Обтяжкамыз дайын болды. Енді кондитерлік қабымызға саламыз барлығын салып, сыртын қаптайтын боламыз. Мінекей тортымызда 8 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді сыртын ацетатный пленканы, кальцияны шешіп алып тастайтын боламыз. Торттың шетінде клейгейден жасалған кремдерді алып тастаймыз. Себебі қаптаған кезде ыңғайсыздық тудырады. Сол себептен осылай тегістеп шығамыз. Тортымызды крем чизбен қаптайтын боламыз. Ең алдымен кремімізді жұқалап жағып шығамыз. Черновой обтяжка жасаймыз. Одан кейін барып, тортымызды толығымен кремдерімізді жағып, тегістеп жағып шығатын боламыз.
Мінекей тортымызды осылай шпательдің көмегімен жақсылап тегістеп шығатын боламыз. Одан кейін бұл торттарды әртүрлі краска қосып обтяжка жасасаңыздар да болады, тематикалық торттар жасасаңыздар да болады. Видеодағыдай көрсеңіздер болады. Мен видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, және каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.